Қызылорда күн санап келбеті көркейген, талай ақынның жүрегінде жатталған, талай тарихи құжаттарда мөрленіп аты атталған шаһар. Қызылорда қос ғасырдың куәгері, алаш арыстарының мұрагері. Қызылорда жаңадан игерілген жағалауы бар, құрылысы бойынша республикада көш басында тұрған шырайлы мекен. Құрметті қызылордалықтар және қала қонақтары, бағаналы бақ ордамыз Қызылорда қаласының туған күніне орай мерекелік іс-шаралар 21 қыркүйектен бастау алатынын хабарлаймыз. Көпшілікке көтеріңкі көңіл күй сыйлау мақсатында түрлі қызықты шаралар онлайн форматта өтеді. Қала күні мерекесінің салтанатты рәсімі 25 қыркүйек күні денсаулық саябағының ашылуынан бастау алады. Мұнан әрі Сырана монумент алаңының таныстырылымы өтеді. Сондай-ақ осы күні Жаппасбай Батыр көшесінде бой көтерген нөмірі 282 мектеп лицейі халық игілігіне пайдалануға беріледі. Дәрігерлер аллеясының ашылу рәсімі өтеді. Мемлекет және қоғам қайраткері Ыдырыс Қалиевтің ескерткіш бюсті ашылады. Тағзым алаңының таныстырылымы өтеді. Сонымен қатар балалар алаңында кездесулер ұйымдастырылып, сол жағалаудан салынған көп қабатты тұрғын үй пәтерлерінің кілті табысталады. Ал 26 қыркүйек күні ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі өтеді. Туған күніңмен Қызылорда!